Қайырлы күн. Оразаларыңыз қабыл болсын. Оразаның медицина тұрғысынан пайдасы көп. Және бұны медицинада интервалды ашығу деп те атайды. Зат алмасу процесіне жақсы әсер етеді. Бұл жерде қанттың, сосын инсулиннің деңгейі түседі. Артық салмағы бар адамдарға висцералды майларды ыдыратуға әсері бар, және салмақ тастауға да көмектеседі. Одан қала берді ас қорыту жүйесіне, асқазан ішек жолдары тынығады, және асқазан асты безінің демалысына ораза кезде рұқсат береміз. Себебі асқазан асты безі жұмыс істемесе, ас қорыту ферменттері, инсулин бөлінбейді. Сондықтан да асқазан асты безі ораза кезінде демалады. Тағы да қала берді қан тамыр ауруларына, қан қысымының түсуіне және холестериннің деңгейінің түсуіне ықпал етеді. Ең бір керемет жері оразаның бұл адам организмінде бір керемет құбылыс, аутофагия процесі іске қосылады. Аутофагия деген бұл жерде ескі жасушалар жаңару процесі жүреді. Ескі жасушалар, жаңа клеткалар, жаңа жасушалар пайда болады және қартаю процесін тежейді. Сонымен бірге тағы психологиялық әсері де бар. Адамның жігерін күшейтеді және мынандай күйзелісті болдыртпайды, рухани жақтан күш береді. Енді маңызды ескерту де бар. Бұл қандай? Қандай жағдайларда қауіпті? Егер сізде қант диабеті, инсулинге тәуелді болса және асқазан асты жарасы болса, одан қала берді асқазан асты безінің жаңағы жедел түрі болса, ол кезде дәрігердің рұқсатыменен жаңағы кеңесінен өтіп, дәрігермен ақылдасып кеңескен жөн болады. Себебі ораза ұстаймын деп өзіңіздің денсаулыққа да зиян келтіруге болмайды. Жүкті әйелдерге болмайды, емізулі аналарға болмайды. Сосын созылмалы аурулары бар және олар декомпенсацияда рецидив беріп жатырса, ол кезде рұқсат етілмейді. Енді медицинада бұл ораза ұстауды жаңағы интервалды ашығу деп жатырмыз ғой. Көп ауруларда, асқазан ішек жолдары ауруларында бұл ұсынылады. Әсіресе жаңағы ұйқы безінің ауруларында ашығудың өзі ем болып саналады. Енді денсаулық аманат. Сондықтан да оразаны жауапкершілікпен ұстап жатырған оразаларыңыз қабыл болсын, ауырмаңыздар, ем болсын.